БЛС, мен қарауым. БЛС, АСЛС болып бөлінеді, сердечно-легочная реанимация. БЛС дегенді кез келген парамедик, яғни парамедик деген қарауыл, сторож, шофер, кез келгені сердечно-легочная реанимация базовый деп білу керек. Ол БЛС. АСЛС уже келген кезде олар шақырады, медиктер келіп, уже дефибриллятор, медикаментозный жалғастырады. Ол расширенный, яғни профессиональный сердечно-легочная реанимация. Науқас жатыр, оны тоқ ұрды ма, суға батты ма білмейміз. Келеміз да, науқас жатқан кезде бірінші кезектен науқастың безопасностьын и өзінің безопасностьын қарау керек. Науқасты жатқан жерінде егерде ыңғайсыз болса, тоқ тұрса, бәрін алып тастаймыз да, оны тура тегіс және тегіс қатты жерге жатқызамыз. Алып келдік. Науқасты одан кейін атын білмейтін болсаңыз, жігіт атын кім деп сұрап көреміз. Яғни ешқандай реакция жоқ. Ешқандай реакция жоқ. Көзін көреміз. Фотореакция бар ма жоқ. Фотореакция жоқ. Одан кейін сонымен артериядан пульсацияны байқаймыз. Ол қалқанша тәрізден ары қарай түсіп, мускулостерноклайда екеуміз ортасында көреміз, пульс жоқ. Сразу біз синий код деп хабар беруіміз керек. Синий код осындай жерде есіктің алдында қарауыл жатқан жерде жатыр. Сіз жаңағыдегі амбушка алып келіңіз, хабарлаңыз медиктерге дейміз. Біз сразу сердечно-легочная реанимацияны бастап кетеміз. Яғни сердечно-легочная реанимацияны бастамас бұрын жаңағыдегі біз не апеллят ету үшін 10 секунд уақыт кету керек. Жаңағыдегі пульс бар ма жоқ па бірін анықтау үшін. Одан көп кетпеу керек, чтобы уақытты кетірмеу үшін. Екінші, сердечно-легочная реанимацияны бастамас бұрын бірінші біліп алуымыз керек. Яғни 30 компрессия, 2 вдох. И 30 компрессия, 2 вдох болу керек. Яғни компрессиямыз науқас жатса, міне мынандай положениеде болу керек. Семсер тәрізді өсіндіден 2 сантиметр жоғары, болмаса 2 саусақты қойып, ладонды, міне төс ортасының жаңағыдегі семсер тәрізді біткеннен кейін сол жерге қойып, үстіне қойып, міне қол перпендикуляр тұру керек. Қол перпендикуляр тұру керек, иық перпендикуляр тұру керек. Бұның компрессия жасаған кезде, глубинасы 5-6 сантиметр болу керек. 5-6 сантиметр болу керек. Яғни 1 минутта 100-120 компрессия жасап үлгеруіміз керек. 1 минутта. Яғни 30-да 2 вдох. 1 адам болсын, 2 адам болсын, 30-да 2 жасап үлгеруіміз керек. Яғни 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Жалғастырамыз. Қолды алып тастамаймыз. 2 рет вдох береді. 2 рет берді. Ары қарай тағы кетеміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Бір айта кететін нәрсе жаңағыдегі бірінші аузында рвотный масса болса, сразу үруге болмайды, бірінші келген кезде сразу. Бұл кезде жаңағыдегі прием сақтайды, сол қолды басына тығып, басын жоғары қарай көтеріп, екі саусақпен жағын астына қарай көтеріп, аузын ашып, былай қарай шамалық неғылып, кез келген мата өзінің киімі болсын, аузын рвотный массадан бір тазалап жіберу керек жерге. Сосын бар вдох беру керек, және қателік оның басында. Яғни одан кейін жаңағыдегі келді, медициналық қызметкерлер келді, барлық оборудование, ЭКГ, дефибриллятормен келді. Біз айтамыз, 2 цикл жасадық. 2 цикл жасадық. Әлі бір период болған жоқ. Ары қарай жалғастыра береміз. Бір периодқа шейін сердечно-легочная реанимацияны жасадық. ЭКГ-да пока асистолия. Асистолия деген сөз линия болып тұр. Іштеңде істеңіз, бұл кезде жалғастыра береміз. Бір период болды,
bir период болды. Адреналиндайда 0,18% bir kubik 900 litrası var. Adrenalin 0,18%, Adına 1 diğer millilitr, Stop analizi. 9 millilitr физраствор набирать. Стоп анализ жасадық. Стоп анализде шоковый режим, фибрилляция, трепетание болып тұр. Фибрилляция, трепетание болып тұр. Дефибриллятор әкеліңіз, дефибриллятор. Мына біреу тоқтатпаймыз, бірақ жасай береміз. Вдох енді тоқтатпаймыз. Біз сөзбен айтады. Дефибриллятордың несін, дефибрилляторды қоя салдық, мынаны қойдық дейікші енді, мынаны ашпай ақ қойыңызшы. Мына жерде жабыстырамыз, мысалға жабыстыратын олар бифаза, қандай монофаза, бифаза. Мына дефибрилляторды қойдық, мына жерде бұғана орта сызығынан сол жақта екінші қабырға аралықтан, қолтық алды сызығынан алтыншы қабырға аралыққа примерно жабыстырамыз да, шоковый режим кезде 100 килоджоулдан бастап тұрамыз. Примерно 100-120, 200-ге дейін ұрамыз. Ары қарай жаңағыдегі шоковый жаңағыдегі қайтадан ары қарай EKG-де әлі бастан кетілген жоқ. Ары қарай қайтадан жаңағыдегі 30-да 2 компрессиямен жалғастыра береміз. Тағы да бір период өтті. Стоп анализ неде әлі шоковый режим Сантадарон 300 миллиграмм. Сантадарон 300 миллиграмм салынып жатыр. Физраствормен 9 миллиграмм. Салынды бітті. Жалғастыра береміз. Адреналин тағы да жалғастырамыз. Давление жоқ. Уже давлениесінде өлшеп отыр. Адреналин 0,18% бір кубикке 10 физраствор араластырып үнтірген струйна. Адреналин 0,18%, 1 миллилитр, 9 миллилитр физрастворға салынып жатыр. Жалғастырамыз. Яғни интубация жасаймыз. Ларингоскоп алып келіңіздер, ары қарай ештеңке жоқ. Интубация жасаймыз. Алып келіндім, ларингоскоп алып келінді. Жалғастыра береміз, пока не. Интубация келінді. Интубация жасалынды. Жаңда прием сапарамен ары қарай жалғастырып. Тағы да шоковый режим, шоковый ритм, ары қарай тағы да дефибриллятор істейміз. Дефибрилляторды бір ұрамыз, Сантадарон 150 миллиграмм, келесі дозировкасы. Сантадарон 150 миллиграмм. Жасалынды. Физраствормен араластырып салынып жатыр. Жасалынды, ары қарай жалғастырамыз. 30-да 2. Бір период өтті, стоп анализ. EKG-да восстановление, EKG бар, пульсация, появляться ерілі. Эффективный реанимационный мероприятие болды, науқаста жүрек соқты. Транспортировка одан кейін. Жаңағыдай келді, каталогтармен реанимацияға алып кетеміз. Оған дейін транспортировка жасағанша 10 күні науқасты жатқызып қоямыз. 10 күнмен жатқызамыз. Келген кезде пока.